Алдында бір кашаның видеосын салсам, көпшілігі каша жасауды білмейтін әйел жоқ шығар, сен оны үйретпей ақ қойшы деген сияқты жаман пікірлер жазған екен да. Әрине білмейтін қыздар бар. Егер білетін болсаңыз, жай ғана өтіп кете берсеңіз болады. Біз сыр күріш дайындаймыз. Күрішті жақсылап жуып, бірінші ыдысқа саламыз, одан кейін үстінен қайнаған су немесе кәдімгі қайнамаған су құйсаңыздар да болады. Әрине суын көптеу құямыз. Қайнап шыққаннан кейін кішкене дәміне қарай тұз қосып, баяу отта қақпағын жауып бір 20 минуттай пісіреміз. Күріш негізі ұзақтау піседі. Арасында бетін ашып көріп, осылай араластырып қоямыз. Асты жабысып қалмау керек. Мінекей осылай 20 минуттың ішінде суының барлығы тартылып, күрішіміз осылай қоюланады. Сол кезде үстінен сүт құямыз. Сүтті бұдан да кішкене шамалы көбірек құйсаңыздар да болады, егер сыр күрішіңіздің шамалы сұйықтау болғанын қаласаңыздар. Тағы да баяу отта бір 10 минуттай қайнатамыз. Осымен күріш ботқасы дайын болып қалды. Араластырғанда осындай қатты қою да, қатты сұйық та болмайды. Дәміне қарай қант